Қытайдағы қазақтар қалай жұмыс жасайды? Жалпы осы жақтағы өмірді сіздерге көрсетіп жіберейік. Go! Еркеннің сумкасын апетте тасығанды қайдан көрдің? Оны тек Қытайдағы қазақтардан көруге болады. Кез келген товарды осылай аламыз. Сөйтіп, мынандай қазақтардың каргосы бар. Сол каргомен әртүрлі заттарды дақ осылай тапсырсақ, дәл осылай Қазақстанға клиенттерімізге жеткізіп беретін болады. Еламанның несіне жібере салғандай, даныларын. Қазір біз клиенттің запросына қарай мата рыногына келдік. Мұнда енді мыңдаған тігіншілерге арналған заттар бар. Вот сол жақтан біз керек затты іздейміз. Азанда сөмке жібередік, кешке отеліме келсем, осындай клиентімнің заказы келіп қалыпты. Бұл енді сағат 650 мың теңге тұратын. Неде бұның ішінде турбион орналасқан. Сағаттың салмағы, ішкі материалдары, турбионы, тіпті механизмнің барлығы бірге бір жасалған Қытайдағы скрытый заводтардан алынған сағат. Бұны егер сіз өзіңіз оригинал бутиктан алатын болсаңыз, шамамен 40-50 миллион теңгеге аласыз. Ал сіз тікелей Қытайдан скрытый заводтан алатын болсаңыз, қанша миллион теңгеңізді үнемдейсіз. Жалпы өзіңіздің ақшаңызды үнемдегіңіз келсе, профильде менің каталогым бар. Каталогта осы скрытый заводтардың ұсынатын товарлары бар. Сол товарларды мен арқылы алдырта аласыздар. Ал мен мына затты жақсылап орап Қазақстанға жіберейін.